Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қырық жапырақтардың тіршілік кезеңі. Ең бірінші тоқталмастан бұрын олардың шынайы суретіне, бейнесіне назар аударайық. Қырық жапырақтар бұлар өсімдіктердің ежелгі тобы болып есептеледі. Олардың құрылысына шағын тоқталатын болсақ, сабағы, жапырағы және тамыр сабағынан тұрады. Сабағы түсінікті, жапырағына келетін болсақ, жапырақтарын вая деп атайды. Ал тамыр сабағына тоқталатын болсақ, тамыр сабақ неге тамыр сабақ және тамырдан қандай айырмашылығы бар? Негізгі айырмашылығы, тамыр ол бізде өсімдіктің вегетативтік мүшесі және ол оң геотропизм. Жердің төмен қарай, ауырлық күшіне қарай бағытталып өседі, яғни жерге қарай ұмтылады тамыр. Қажетті су және минерал заттарды сіңіреді, артық қор ретінде жаңа қоректік заттарды жинап отырады. Ал тамыр сабақ өсімдіктің түр өзгерген жер асты өркені. Түсінікті ма? Өркенде отырғанымыз бұл өсімдіктің негізі жер үсті бөлігі, бірақ түр өзгергендіктен ол кейбір бөлігі жердің астына қарай бағытталғанда, соның себебінен ол түр өзгеріп жер асты өркеніне айналып кеткен. Тамырдан айырмашылығы айттық жаңа, тамыр жерге қарай бағытталатын болса, ал тамыр сабақ терең жерге қарай орналаспайды. Ол сол тамыр сабақ жердің үстіңгі және астыңғы бөлігінің бойымен орналасып тұрады. Терең де кірмейді, сыртқа да шықтырмайды, соның бойымен орналасып отырады. Және тамыр сабақтан ары қарай қосалқы тамырлар дамиды. Орысша придаточные корни деп аталады. Осы қосалқы тамырлар су мен минералды заттарды сіңіреді. Түсінікті ма? Ал тамыр сабақ орысша корневище деп аталады. Және де тамыр сабақта бүршіктер болады, бірақ олар бірден жетілмей қалады, жер астында орналасқандықтан, ал тамырда бүршіктер болмайды. Енді тіршілік кезеңіне бастайтын болсақ, ең бірінші өсімдіктің жетіліп тұрған сатысынан бастаймыз. Оның жетіліп тұрғаны бұл жетілген спорофит. Түсінікті ме? Жетілген спорофит. Олардың жапырақтарының астында, суретте сіздерде бетінде, яғни жоғары жағында көрсетілген, негізі жапырақтың артында, яғни астында орналасады. Қоңыр түсті төмпешіктер, олар сорус деп аталады. Сорус ол спорангий тобы. Спорангийде бізде споралар түзіледі. Ол споралар жетілгеннен кейін жерге шашылады. Қолайлы жағдай туындағаннан кейін ол спорадан бізде жас гаметофит түзіледі. Суретте сіздерде гаметофит жүрекше тәрізді көрсетілген. Және де бейнесі үлкен болып көрсетілген, бірақ негізі шамамен 1 сантиметр, даже одан да кішкентай болуы мүмкін, өте кішкентай болып келеді. Бұл гаметофитте біздерде аталық және аналық мүшелері қалыптасады. Аталығы антеридий, аналығы архигония. Архигонияде жұмыртқа жасушалары, ал антеридийде сперматозоидтары болады. Жаңбыр, су, жел секілді сыртқы фактор әсерлерінен сперматозоид жұмыртқа жасушасына қосылып, екеуі зиготаны түзеді. Ал бұл үрдіс ұрықтану деп аталады. Зиготадан ары қарай дамып, жетіліп, өсіп, өніп, бізде жас спорофитті түзеді. Жас спорофит әрі қарай жетілген спорофитке айналады. Осылайша қырық жапырақтың тіршілік кезеңі жүзеге асады. Енді тағы барлығын түсініп болғаннан кейін анимацияға көшейік. Құрметті оқушылар, қандай да бір қателіктер болса, немесе ұсыныстарыңыз болса, менің жеке парақшама жазып, кеңес берулеріңізге болады.